Бәріңе сәлем, сендермен бірге НБРФ. Бүгінгі видеода Губка Боб мультфильмі жайлы ащы шындықтар мен теориялар жайлы айтқым келіп отыр. Бұл мультфильмді бәрің бала кезде көрген шығарсыңдар. Және түсініксіз жайттар мен сан түрлі қызықты оқиғаларға кез болдыңдар. Және бастарыңда мыңдаған сұрақ жатыр. Губка Боб деген кім деген сияқты. Неге бикини түбіндегі тұрғындар өте қызық біртүрлі болып көрінеді деген сияқты. Ал бүгін мен осы сұрақтар мен жайттардың шешімін тауып шындығын ашатын боламын. Дайын болсаң арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпа. Ал кеттік. Жалпы қарап отырсақ, Губка Боб теңіз астындағы біртүрлі тіршілік иесі. Біресе губкаға, біресе ірімшікке ұқсап кетеді. Ал оның бірге жұмыс істейтін достары да біртүрлі. Біреуі ашашаң, біреуі тамақты жақсы көреді, енді бірі жалқау. Бірінші факт. Патриктің салмағы небәрі 56 грамм, немесе 2 унция. Оны өзінің төлқұжатында көрсеткен. Сквидвард нағыз ашашаңның өзі жұмысында да, үйінде де, барлық серияда сондай. Ал мистер Крабс нағыз ашкөздің өзі. Оның ойы тек ақша, ақша, ақша. Төртінші факт. Спанч Бобтың жасы 324-те. Ол жүргізуші көлігінде нақты дәлелмен көрсетілген. Патриктің өзінен басқа үлкен әпкесі бар. Оны бізге ешқашан фильмде айтқан емес. Біртүрлі, міне достар, құрметті көрермендер, подписчиктер, тіркелушілер, бүгін мен сіздерге Губка Бобтың ең нақты без ащы шындықтармен, теориялармен, факттарын нақты дәлелдермен айтып бердім. Егер ұнаған болса және жаңа ақпарат, ащы шындық білген болсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған НБРФ.